Көп адамдар Каспиде сату үшін үлкен ақша керек деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде ондай емес. Бір модель бар. Сіз товарды сатып алмай тұрып, сатқан соң бірақ сатып аласыз. Енді бұны жасау үшін бізге не керек? Бізге ең бірінші барлығына танымал Каспи магазин қосымшасы керек және де Қытай керек. Осы нәрсені білсеңіз болды. Енді сабақтың соңына дейін отырған кісілерге айтарым бір күшті жаңалық бар. Кім сабақтың соңына дейін отырады, сол адамға, яғни араларыңыздан бір адамды таңдап алып, 1 миллион теңге ақшалай көлемінде стартовый капитал ретінде инвестиция берілетін болады. Сіз бұл сабақтан мықты инсайттар алып шығуыңызға мен кепілдік беремін. Жалпы Каспи магазинде бизнес бастау деген қалай? Мен сіздерге өте қарапайым тілде түсіндіріп беретін боламын. Ең бірінші бізге Каспи Pay қосымшасы керек. Каспи Pay қосымшасын біз App Store'дан немесе Play Market'тен скачать етіп аламыз. Скачать етіп алған соң уже біз Каспи Pay қосымшасының ішінен Каспи магазинді ашатын боламыз. Каспи Pay деген жалпы бөлінеді Каспи. Обычный Каспи және де кәсіпкерлерге арналған, яғни бизнес жасайын деген кісілерге арналған Каспидің приложениесі бар. Бұл Каспи Pay қосымшасын солай айтады. Яғни біз бірінші Каспи Pay'ді жазып алған соң, Каспи Pay'ға регистрациясын барлығын жасаған соң, Каспи Pay'дің ішінен Каспи магазинді ашып қолданысқа қолданатын боламыз. Сіздерге осы бизнесті нөлден рисксіз қалай бастауға болатынын көрсететін боламын. Сіздерде жалпы түсінік пайда болатын болады. Сіздер дайынсыздар ма? Сізге қазір бизнес бастауға не кедергі? Бірінші, ақшам жоқ дейсіз. Екінші, білім жоқ, яғни біреуге 200-300 теңге төлейтін ақшаңыз жоқ. Үшінші, қорқамын, рисковать еткіңіз келмейді. Төртінші, уақыт жоқ. Основной жұмысыңызбен бірге араластырғыңыз келмейді, немесе уақыт бөле алмайсыз, немесе тіпті сіз Каспи магазин ашып алғансыз, жүргізіңіз келеді, бірақ қалай жүргізе алмайсыз. Товарыңыз сатылмайды, продажа жоқ, пайда жоқ. Өзіңізді танып отсаңыз, осы сабақты соңына дейін көріңіз. Не себепті Каспи? Қазір Каспи мен басқа онлайн сауда түрлерін салыстыратын болайық. Ол біріншісі Wildberries. Қазір Wildberriesке кіру сізге вообще не вариант. Өйткені ояққа кіру үшін өте үлкен ақша керек. Тіпті қазір білесіздер, налогтарды көбейтіп жатыр, неше түрлі налогтардың пайыздарын қосып. Сол үшін Каспи Wildberriesден мықтырақ. Екінші, Instagram арқылы сауда жасау. Instagram арқылы сауда жасау сізге вообще келмейді. Себебі сіз ол полный фокусыңыз алады. Сізге офис керек, команда керек, SMM керек, реклама жіберу керек, маркетингін жасау керек, оның сізге менеджерлар керек. Instagram сізге тоже келмейді. Ал TikTok арқылы сату сіздің күніне 2-3 сағаттап тоқтамай отырып стримде отырасыз. Ойлаңызшы, күнде тоқтамай 2-3 сағат стримде отырасыз. Еще ояқтан бір 2-3 продажа жасайтын шығарсыз. Тіпті оның ешқандай болашағы жоқ. Сіз бір рет сатасыз и болды. Ешқандай ода болашақ жоқ. Ал төртінші, ол бізде халық маркет. Енді өзіңіз ойлап көріңізші. Сіз мысалға халықтан бір нәрсе алып көрдіңіз ба? Вот мен мысалы ештеме алып көрген жоқ. Мен халықты тіпті қолданбаймын да. Сол үшін Каспи барлығынан мықтырақ деп ойлаймын. Сол себепті Каспи үйде отырып бастайтын ең тиімді онлайн бизнес. Күніне 1-2 сағат бөліп жұмыс жасасаңыздар болды. Сол себепті Каспи қазір бастауға ең тиімді бизнес. Күніне 1-2 сағат отырып жұмыс жасап көңіл бөлсеңіздер болды. Енді сіздерге өте қызық бір цифрлармен бөлісейін. Мынау бізде Каспидің бір кварталдық официальный статистикасы. Ойлаңыздаршы, бір кварталда 1,9 триллион теңгеге продажа болған. Триллион деген бұл миллиард емес, миллион емес, триллион. Ойға қонбайтын цифра. Ол дегеніміз күніне 21 миллиардқа продажа болады екен. Ал оны сағатына бөлгенде 875 миллион теңге күн сайын, яғни бір сағатта продажа болады. Ал минутына бөлсек бұндайшы, әр минут сайын 10-15 миллион теңгеге сауда болып отырады. Енді сізге сұрақ, сіз осы айналымнан өз үлесіңізді алып жатырсыз ба? Әлде басқа сатушылар алып жатыр ма? Егер басқа сатушылар отыратын болса, сияқты мен сіздерге нөлден бастап қалай ақша жоғалтпай продажа жасау керектігін көрсетемін. Және де айтайын достар, сабақтың соңына дейін отырыңыздар. Осы сабақтың соңына дейін отқан адамдардың арасынан бір адамды мен таңдап аламын да, соған стартовый капитал инвестиция ретінде 1 миллион теңге көлемінде ақшалай беретін боламыз. Бұл бізде предзаказ моделі. Бұл система бізде қалай жұмыс жасайды? Сіз бірінші товарды үлкен партиямен закуп алмайсыз, сізге заказ түскен соң бірақ сіз товарды алдырасыз. Яғни бұл бізде предзаказ деп айтылады. Енді бұл система бізде қалай жұмыс істейді? Яғни бұның барлығы онлайн жасалады. Сіз байер сияқты, яғни бір жаққа барып, видео түсіріп, заказ упаковать етіп, клиентпен сөйлесіп отырмайсыз. Сіз яғни аласыз да бір мықты өтіп тұрған товарды тауып, сол товарды Қазақстанға яғни алып келіп, осы площадкаға сіз қосып қоясыз, доставкасының уақытын созып,
и сізге заказдар түседі. Сізге заказ түскен соң, бірақ сіз сол товарды алып Қазақстанға келіп клиентке беретін боласыз. Яғни сол арадан сіз өзіңіздің пайдаңызды алып отыратын боласыз. Яғни бұл бізде предзаказ схемасы осылай жұмыс жасайды. Дәл осы система арқылы менің оқушыларым жасаған результаттарды қараңыздар. Қаншама заказ, қаншама продажа, қаншама оборот күніне. Яғни мына заказдарды қарасаңыз, сториске салған болатынмын мен, и бұны мені бұрыннан бері көріп жүрген адамдар болатын болса, сіздер білесіздер, көрдіңіздер, ойлаймын. Ал жаңадан келіп жүрген адамдар мені қарасаңыздар болады. Актуалимнан полностью осының барлығы көрсетілген. Яғни системна ақша табу үшін менің қаншама уақытым кетті, қаншама ақшам кетті болған. Ал қазір барлығы шүкір система налажена, яғни маған пассивна ақша алып келіп отырады бұл Каспи. Яғни Каспи және товарный бизнес арқасында мен қандай нәтижеге жеттім. Алланың қалауымен, яғни Талдықорған қаласынан квартира алдым. 21 жасымда ешкімнен сұрамай, өз еркіммен шетелдерге шыға бастадым. Және де независим болдым. Қазір мен үйдегілерге ақша жіберемін. Үйдегілердің ақша сұрамаймын, көмектесемін барлығына. Яғни, және осы сферада жүрген соң мықты орта қалыптастырдым. Мықты Қазақстандағы топовый бизнесмендермен бірге жұмыс жасап, олардың обучениесінде сабақ бердім. Өте үлкен аудиторияларға выступать еттім. Мысалға, Айсұлу ханым, Еркеш Болатов, мынаяқта Декалек, барлығы өте мықты кәсіпкерлер, осылардың обучениеларында мен сабақ өтіп, яғни бір өте үлкен мықты орта қалыптастырдым десек те болады. Және бұл бизнес менің өмірімді түбегейлі өзгертті. Мысалға, мына суретте қарасаңыздар, бұл қарапайым ауылдан шыққан, тек қана амбициясы ұрып тұрған бала Алматыға келіп, яғни ешкімге қарамай, ешқандай қиындыққа қарамай, тек қана алға жүріп, яғни барлық нәтижелеріне жетті өзінің. Яғни бұл жолда мен көптеген қиындықтарға тап болдым және осы қиындықтардан шықтым. Енді сіздер осының барлығын менен үйренсеңіздер болады. Ешқандай миллиондар сұрамаймын сіздерден. Тек қана мотивация беремін. Қандай товарлар сатылады? Каспи магазин арқылы күніне миллиондаған заказдар түсіп, миллиардтаған обороттар болып отырады. Мысалға қарасаңыздар, мынаяқта сағат категориясы және де бытовая техника категориясын мен алып қойдым. Сағат категориясында қарасаңыздар, бір айда 539 миллион 37 мың 370 теңге, яғни выручка болған екен. 407 саудагер, ойлаңыздар, 407 саудагер. Бұл жақта 50.115 штук, яғни сауда болған, продажа зат өткен, сағат өткен десек те болады. Ал мынаяқта енді бытовая техника категориясы. Бұл жақта бізде вообще көп, ойлаңыздар, 34 миллиард 766 миллион 290 мың 673 теңге оборот болған екен. Бұл нишада. Бұл нишада 2599 саудагер саны бар. Ал сауда саны бұл жақта 549 мың 458 дана өткен бір айда. Ойлаңыздаршы, бұл өте үлкен сумма. Енді қарасыңдар, мына жақта товар. Мен екі товарды мысалға алдым. Біріншісі ол вафельница, екіншісі отпариватель. Мынау вафельницаның Қазақстанда 23.645 теңге Каспиде сатылып тұр. Ал Қытайда мынау небәрі 40 юань тұрады. Ал мынау екінші отпариватель 16.999 теңгеден сатылып тұр Каспиде. Ал бұл Қытайда 49 юань тұрады. Ойлаңыздаршы, достар, 49 юань. Енді біз пайдасын есептейік осы заттардың. Тауардың пайдасын есебі. Қарасаңыздар, мына жақта сатылым бағасы 16.999 теңгеден тұр. Сатып алу Қытай, яғни жаңағы юаньмен санағанда, бұл қазақ теңгеге айналдырғанда бір данасы 3244 теңге тұрады. Ойлаңыздаршы, 3244 теңге. Жеткізу карго 1000 теңге. Қаптама, яғни бүкіл расходтар 500 теңге. Каспи комиссиясы 850 теңге. Жалпы общий шығын 6094 теңге. Ал таза пайда бір данадан 10.905 теңге. Ойлаңыздаршы, бір штук сатасыздар, 10.000 теңге қағаз ақша қалталарыңызға десек те болады. Ал 30 штук сатсаңыздар, уже 327.150 теңге. Сіз 30 штукты 5 күн ішінде, даже одан да ертерек сатып тастаңыздар болады, достар. Ал мынаяқта екінші сэндвичница. Сатылым бағасы 23.645 теңге. Сатып алу, яғни өзіндік бағасы бір дананың себестоимости 2600 теңге. Жеткізу карго 1000 теңге. Қаптама 500 теңге. Каспи комиссиясы 1180 теңге. Жалпы шығын 5780 теңге. Ал таза пайда бір данадан 17865 теңге. Ойлаңыздаршы, мынадан айына тоже бір 40 штук сатыңыздаршы, уже 500 мыңнан жоғары сіздер таза табыс тауып тұрсыздар. Ойлаңыздаршы, осы екі товардың өзін сатып отқан өзінде сізге миллион теңге таза пайдаға спокойно шықсаңыздар болады, достар. Спокойно. Ойланбай-ақ. Көбісі ойлайды, доставка уақыты созылса, заказдар түспейді деп. Бірақ ол мүлде олай емес. Қарасаңыздар, мына жақта именно мендегі түскен заказ 9 март деп тұр. Ал бұл маған 2 март күні түскен заказ.
Яғни менің 2 магазиніме де бұл заказдар түскен. Мені баяғыдан бақылайтын кісілер болса, мен сториске салған болатын. Біздің өкінішке орай офисіміздің қасымыздағы склад өртеніп, там офисқа доступ ала алмай қалдық. И сол үшін біз алдықтан не істедік? Біз алдықта лучше ақша таба берейік, құр отырғанша дедік та, біз алып магазин доставкасын просто алып соза салдық. И бізге уже қарасақ 116 заказ түсіп үлгеріпті. Доставка созылып тұрса да, ойлаңыздаршы, арасында бәленбай уақыт болса да, бізге 1 апта болса да, бізге 116 заказ түсіп кетті. Ал енді сіздер ойлаңыздаршы, сіз мен берген арнайы схемамен қолданатын болсаңыздар, кем дегенде айына 500 заказ оңай алып отыра аласыздар, достар. Ал енді сабақтың соңына дейін отырғандарыңыз құтты болсын, яғни сіздер джекпот ұтып алдыңыздар. Мына 1 миллион теңге кімге бұйырады деп ойлайсыздар? Бұл 1 миллион теңге сіздерге как инвестиция ретінде берілетін болады. Енді сіздерге сұрақ туындаған болар. Енді Каспи магазин қалай ашамын? Налог қалай төлеймін? Қымбат шығады ма? Қытайдан қалай товар аламын? Магазин үшін білмеймін. Клиентке қалай товар жіберемін? Карго қайдан табамын? Міне осындай сұрақтар бар ма сіздерде? Дым уайымдамаңыздар. Мен барлығын сіздерге дайындап бердім. Предзаказ с нуля. Бірінші ИП ашу, екінші магазин ашу, үшінші налог төлеу, төртінші Қытаймен жұмыс, бесінші карго, алтыншы кабинетпен танысу. Қазір неге джекпот ұтып алғандарыңызды мен сіздерге түсіндіремін. Толық пакет бізде қарасаңыздар 79.990 теңге тұрады. Бірақ мен сіздерге өте үлкен жеңілдік жасап беретін боламын. Яғни арнайы тек қана сіздерге өте үлкен болмаған ешқашан жеңілдік жасап беретін боламын. Енді мен сіздерге осы обучениеден өткен Әсел ханымның отзывын көрсететін болайын. Тыңдаңыздар. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Әсел, Мади Мырзаның студенті, декреттегі анамын. Өзімнің отзывымды айта кетсем, Мади Мырзаның курсы жайында мен .Б курсын алған болатынмын. Және де осы уақытқа шектейін мен көптеген курстар алғанмын, бірақ та өз ойымдағыдай нәтижеге жеткен жоқпын. Ал бұл курста мен нәтижеге жеттім деп айта аламын. Себебі міне мынау до, мынау после. Қандай болғанда, осы 2 жыл бұрын ашқан Каспиімде айына 1-2 продажа ғана болатын. Ал осы курс алғаннан кейін күніне 30 продажа, 35 продажаға дейін болатын болды. Мади Мырзаның көмегі себебі өте көп болды. Өзінің уәдесін уже толықтай орындап тастады, асырып орындап жатыр. Мысалға, мен көмек сұрасам, бірдеңе білмей қалсам, үнемі жауап береді, соған риза болдым. Тек 20 адамға тағы да 87,5% скидка жеңілдік жасап отырмын. Мұндай вообще болмаған, ешқашан болмаған және ешкім жасамаған. Курс бағасы небәрі 9.990 теңге, ойлаңыздаршы, 87,5% жеңілдікпен берілетін болады. Және де осы обучениедегі адамдардың арасынан мен өзім лично ең жақсы результат көрсеткен адамға 1 миллион теңге ақшалай көлемде инвестиция беретін боламын. Сізге білім қажет па? Бердім. Сізге мотивация қажет па? Бердім. Инвестиция қажет па? Енді беремін мен сізге. Рамазан айында, яғни бұл жасалған ең керемет скидкалардың бірі болсын, достар. Үлгеріп, орын алып, обязательно қалыңыздар. Бұл ұсыныстың соңы емес, достар, бұл ұсыныстың соңы емес. Курсты 0 теңгемен қалай бастауға болады? Қалай? Енді сіз курсқа қатысу үшін ақшаң жоқ дейсіз. Яғни ақшаңыз жоқ болса, Каспи арқылы 3 немесе 12 айға, яғни пайызсыз, ешқандай пайызсыз, үстінен дым қосылмайды, бөліп төлей аласыз 0%-бен. Табыс табуға әдетте не кедергі? Ол бірінші ақшаң жоқ. Екінші, курсты тек ақшасы барлар ғана оқымайды. Керісінше табысымды өсіремін, яғни табысқа шығамын, результат жасайын деген адамдар алады. Бұл пакет жеңілдікпен 79.990 теңге. Ал біз не істейміз? Алдықта бияқтан 7 деген санды алып тастадық. Яғни 87,5% скидка жасап 9.990 теңгеден сіздер алуға шанс бар. Енді оплата қалай жасаймын деген сұрақ болса, яғни осы видеоның астында описанияға қарасаңыздар, сол ссылка бойынша өтіп, ссылкаға кіріп, 9.990 теңге деп жазып, өзіңізге қандай способ ыңғайлы, наличными ма, ред па, рассрочка ма, өзіңізге ыңғайлы вариант таңдап, оплатасын жасаған соң, чекті алып, яғни астында тағы да тұр, чекті менеджерге жіберу деген кнопкаға басасыз, кіресіз, сол чегіңізді аласыз да менеджерға жібересіз,
И сізге автоматом 30 минуттың ішінде осындай мега скидкамен біздің үлкен ауқымды сабағымызға доступ берілетін болады. Достар, мен лично сіздерге кеңесім, осы жыл басталып келе жатыр. 2026 жыл басталды. Әр қайсымыз өзімізге мақсат қойдық. Осы жылы осындай нәрсеге жетем, осы жылы шетелге шығам, осы жылы кредиттарын жабам, осы жылы күйеуіме машина алып берем или өзіме бір нәрсе алам деген цель қойдыңыздар. Енді сол цельге жету үшін сіздер не істеп жатсыздар, достар? Өздеріңізге сұрақ қойыңыздаршы. Ал мынау мүмкіндік сіздерге 87,5% скидкамен жасалып тұрған сабақты сіз, яғни 79 мыңның сабағын сіз 7 деген сан алып тастап 9.990 теңгеге аласыздар, достар, ойлаңыздаршы. Ал 9.990 теңге дегеніміз бұл не, достар? Бұл 9.990 теңге дегеніміз 2 рет тамақ ішкен ғой. 2 рет бір кафеге барып 5 теңгеден тамақ ішкен болды. Ол бізде осы расход. Немесе алып бір 3 кофе ішкен, немесе алып бір таксимен 3 рет жүргенім осы. Яғни сіз 3 рет жаяу жүре салып, осы сабақты алыңызшы, достар. Осы сабақты алып, Каспиді жақсы үйреніп, ақша тауып, өзіңіздің, яғни хотелкаларыңызды жабыңызшы. Ақша тауып шетелге шығыңыз, ақша тауып көлік алыңыз, ақша тауып кредитіңізді жабыңыз, ақша тауып үй алыңыз дегендей. Яғни достар, әрекетін жасаңыздар. Тек қана әрекетін жасаңыздар, сіздерге берекет болады. Толық пакет жеңілдікпен 79.990 теңге. Бірақ тек 20 адамға, яғни 20 адамды мен аламын да, 20 адамның ішіне тағы да 87,5% скидкасын жасап беріп, яғни курс бағасын 7 деген санды алып тастап, небәрі 9.990 теңгеге беретін боламын. Яғни ойлаңыздар, достар, 87,5% скидка бұндай болмаған. Және де осы адамдардың арасынан самый жақсы результат жасаған адамды мен өзім лично алып, сізбен кездесіп, 1 миллион теңге ақшалай көлемінде инвестиция беретін боламын. Енді предзаказ с нуля. Бұл ішіне не кіреді? Бұл ішіне полноценный сабақ десек те болады. Бұның ішінде, яғни сіз бірінші ИП ашу. Сіз ИП-ны қалай ашамасаңыз, ашу білмесеңіз, немесе ИП жағынан қорқыныштарыңыз болса, бұл жерде, яғни полностью ИП ашу жайлы үйретілетін болады. Жақсылап тұрып үйретемін, сіздерге көрсетемін өзім лично барлық нюанстарын, қандай нәрсені білу керек, барлығын үйреніп шығасыздар. Екінші, магазинді дұрыс ашу. Көбісінің проблемасы магазинді аша алмайды. 2 ай жүреді, 3 ай жүреді, 1 ай жүреді, кейбіреу жарты жыл жүреді, и магазинді аша алмайды, болды, сонымен қалады. Ал мен сіздерге магазинді қалай дұрыс ашу керек, 20 күнде қалай ашып тастау керектігін көрсететін боламын, достар. Және де налог төлеу. Көбісі налогтан қорқады. Налог десе шаштары тік тұратындар бар. Ал налог негізі қорқатын ештеме жоқ ояқта. Яғни қалай мен сіздерге налогпен дұрыс жұмыс жасау керек екенін бұл жақта көрсететін боламын. Және де ең бастыларының бірі бұл Қытаймен жұмыс. Көбісінің проблемасы Қытайға ақшаны жіберетті. Ойлаңыздаршы, сіз Қытайдағы айдаладағы біреуге ақша жібересіз, и осыды бәлкім алдап кетуі мүмкін, достар. Реально ол сіздерді алдап кетуі мүмкін. Болды, оны ешқашан өміріңізде таппайсыз сосын. И сіз ақшаңызды қайтара алмайсыз ояқта. Ал мен сіздерге қалай Қытаймен дұрыс жұмыс жасау керек екенін үйретемін. Яғни сізді поставщик ешқашан ақшаға алдамайтындай. Бесінші, карго, яғни сіз товарыңызды арзан, тиімді әрі дұрыс есептеп, дұрыс баға шығарып, каргомен қалай алып келу керек екенін көрсетемін. Және де алтыншы, бұл кабинетпен танысу. Яғни сіз Каспи кабинеттің структурасын полностью үйренетін боласыз. Ойлаңызшы, сіз Каспи магазин аштыңыз делікші. Каспи магазин ашқан соң кейбіреуі бар, оны сразу бір 20 күн ашады, и потом 20 күн ішінде жауып алады. Яғни ол не үшін жауып алады? Каспи магазин системасын, структурасын, іші қалай жұмыс жасайтынын білмегендіктен. Бұның барлығы іші толған кәдімгідей үлкен база знания, достар. Яғни мен сіздерге айтарым, уақыт жоғалтпаңыздар. Уақыт жоғалтпаңыздар. Только скорость тут решает. Яғни 87,5% скидкамен алу үшін дәл қазір рассрочкаға болсын, редқа болсын, наличкаға болсын, өзіңіз оплатасын жасап, осы ссылка бойынша өтіп, қазір қайталап өтейін. Аластарда осы сабақтың астында бізде описанияға тұрады. Описанияны басасыздар, сол ссылка тұрады, ссылка для оплаты деп, немесе оплата жасау деп. Сол ссылканы басасыз, сол ссылканы басқан соң 9.990 теңге деп жазасыз. Егер үлгерсеңіз, конечно, 9.990 теңге деп жазасыз. 9.990 теңге деп жазған соң сіз аласыз да өзіңізге ыңғайлы способ таңдайсыз. Қандай способ ыңғайлы, соны таңдайсыз. Оплатасын жасайсыз. Оплатасын жасаған соң сол чекті аласыз да менеджерге жіберу деп тұрады. Чек жіберу. Чекті жібересіз, и сізге вуаля 30 минуттың ішінде доступ беріледі. Значит, сіз үлгердіңіз. Бұл супер мощно болады да сол кезде. Енді достар айтарым, тек қана осы шансты жіберіп алмаңыздар.
қазір бастамасаңыздар уже кеш болады. Осы Рамазан айында, қасиетті айда осы прям бастап жақсы результат Аллаға ниет етіп бастаймын деп кетсеңіздер, именно осы кезде бастап қалсаңыздар жақсы болады, достар. Сол үшін сіздерге айтарым, тарамайсыз етпеңіздер. Только вперед и тек қана алға. Ал енді бірге сабақта кездескенше мен сіздерді сабақта күтетін боламын, және де мен ойлаймын, именно сіз ұтасыз. Мен сізге, сіз өте үлкен оборот жасайсыз, сіз өте үлкен көп продажа жасайсыз, және де мен өзім лично келемін де сізге жанысып, екеуміз бір жерде кездесіп, кофе ішіп, шай ішіп, мен сізге мән іздеп 1 миллион теңге инвестиция беретін боламын. Осыны алып, кәсібіңізге салыңыз деп. Ал достар, осымен сабағымыз аяқталды. Мен сіздерді основной сабақта күтетін боламын.